нағыз қазақ емес нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Сондықтан біздің бас аспабымыз домбыра деп айтуға болады. Енді бұрынғы кездер домбыралардың барлығы да ол бүтіндей ағаштан ойып жасалған. Қазіргі кезде домбыралар біз құрап жасалған. Оның неге құрап жасалады? Өйткені біріншіден материал аз кетеді. Оның кейін оның жасалу процесі де оңайырақ. Мысалы, ойып жасаған домбыраны ол үнемі жаңа ойып, оны қанша уақытыңды кетіреді. Оның аспап керек, шын ойу керек, оның қалыңдығын есептеп отыру керек бәрін. Ал енді құрама домбыралар оңай. Енді шанағына келеді ғой мәселе. Сондықтан оны шанағын жұқа қып кесіп алынады да, міне. Мынандай болып жұқа қып кесіп алынады, міне. Сонан кейін барып арнайы өзімізде пеш болады, мынау труба жасалған. Не болмаса да басқа да әртүрлі әдістер бар. Бірден бірнеше шанақты иіп жіберетін әдістер бар, мысалы. Жеке-жеке июге де болады. Сондықтан өстіп бәрін осылай иіп аламыз. Бұны иіп алған кезде мынандай міне домбыраның қалыбы болады, мысалы, мынандай. Мынандай қалып болады. Осы қалыпқа осы мысалы жаңа керекті шанағымызды алып, осыған міне келетіндей отырып, осыған міне ішіне қойып, осыған тура келетіндей отырып, міне өстіп бәрін жинастырып аламыз. Енді мойынға келейік. Бізге мынау мойын керек. Оны қалай дайындаймыз? Енді мойын ағашына бұл да жаңағы шанаға қалай болса, мойны да сондай болуы мүмкін. Солай болуға тиіс негізінде. Барлық ағаштар бірдей болатын болса, бұлар өздері біркелкі ағаш болғаннан кейін олар тербелісті жақсы береді. Бір-бірімен, бетімен деген сияқты жаңа, бет қақпағымен тербеліс. Екі жағы, ортасында басқа ағаш, қызыл ағаш, екі түрлі ағаш, екі шеті бірдей, ортасы қызыл ағаш мысалы. Барлық недер сондай болу керек. Енді біз мынандай құрап алдық мінесе мынаны. Мынадан екеу шығаруға болады. Бөліп, бұлай қарай міне. Сызықпенен көрініп тұр, мысалы. Бұлай бөлінеді де, бүйтіп бөлінеді. Сол кезде мынандай болып шығады міне. Мынауыңыз мысалы, мынау жартысы болып шығады міне. Енді дайындап алғаннан кейін мына осындай міне жонылып шығады. Өйткені мынау мына жерде мынандай недері болады. Шанақтың жататын орындары. Бұлар қалай жатады? Бұлар міне осылай жатады. Әр қайсысына жеке-жеке. Сонан кейін барып, мына осы жаңағы қалыбымызға барып құралады. Құралғаннан кейін ол әрине желімменен мықтап отырып жағылып, жаңағы жерге, жаңағы біздің қалыбымызға бекіт. Біткеннен кейін, ол желім әбден кепкенен кейін, осы қалыптан шешіп алынады. Содан артын бекіту үшін ішінде мынандай міне түп жағында тұғылы болады осында. Тұғыл деп аталады. Ең соңында өткені бұл жаңағы түбінің барлығы біріккен жерінде ол міндетті түрде бәрін ұстап тұру керек осы. Соның кейін бұған әрине түймесі тағылады мына жерде, перне шек байланатын. Сонымен дайын болады. Енді мынаның ернеулік деп аталады, ішіне осындай салынады. Бұдан кейін барады да мынаның басы салынады домбыраның. Ал енді мойын мына басын дайындап аламыз мынандай. Басын дайындап алып, бұл енді қатты ағаштардан бола береді, кез келген. Біз енді әдемілігі үшін осындай қатты ағашты алып жатырмыз. Ол кәдімгіше мына жерге былай мына жерге сүргіленіп артық алынып қалады да, сол жерге мына жерге сәл-пәл қиғаш орнатылады. Біз бүйтіп қарасаңыз мына кішкене тік түзу тұрғанша мына сәл-пәл қисайып тұр. Сондықтан осылай орнатылады. Соның артық алынады да, кейін оның мынаның үстінен мына жерге үстіне тағы да бір қосымша ағаш жаланады. Ол өте қатты ағаш болу керек. Өйткені ол жерден дыбыс өткізеді, көп ойнағаннан кейін қол жемеу керек. Сондай бір жаңа осы жеріне бет мойын бет дейді. Мойын бет деп аталады, сол жерге ойнағастады. Әрине аспаптың тек қана дыбыстық жағы бірінші кезекте. Енді оның кейін оның дизайны жақсы болу керек. Қазақтың домбыралар негізінде шауып жасалғаннан кейін оның артын бәрін өрнектеп, оған тас қондырып, оған алтын, күміс пайдаланып сөйтіп жасаған ғой. Қазір да өйтіп істеуге болады. Бірақ енді қазір көзқарас басқаша. Сондықтан енді көп
көп әртүрлі нәрселерді пайдаланбай, тек қана енді ой өрнек бетіне артық емес, бір-екі және мысалы чертілетін жеріне, артына, не болмаса басына, не болмаса мойнының үстіне, одан артық көп салынбайды мысалы. Қазір мынау лак жағып жатырмыз. Енді ол негізінде лак дыбысты жұтпау керек. Соның кейін екінші жағынан ол домбыраның өзінің қалпын сақтау керек. Ауа райы бар, ыстық суық бар, соның барлығынан сақтайды. Қазір мен мынаның енді пернелерін байлаймын. Пернелерін байлау үшін кәдімгі мынандай лесканы пайдаланамыз міне. Енді пернесіне осындай міне жилканы пайдаланамыз, алтылықты. Мынаны пернесіне бүкіл басынан аяғына шейін байлап шығу керек. Енді мына тиегін шегін тағамыз. Артында мынандай түймесі болады. Сол арқылы бекітеміз. Жаңа пернесін байладық. Бұнда негізінде 19 перне. Бәрі орында тұр. Шегін өстіп тартамыз. Шегін тағамыз. Мен әгіде айттым. Біз негізінде жаңа балықтың лескаларын пайдаланамыз. Мынау міне балықтың лескасы, балық ұстайтын лескалар. Осының ішіндегі 0,7 деген қалыңдықта леска бар, соны пайдаланамыз. Подставкасы тиек дейді қазақша. Мынандай болады, қарағаштан жасалған тиек мұнда міне. Кішкене сулап қойсаң, анау жақсы жабысып тұрады да. Мойнына. Енді міне домбыраны тең шейміз.